жұп және тақ функциялар. Y тең f от x функциясы үшін f минус x тең f от x теңдігі орындалатын болса, ондай функция жұп функция деп аталады. Ал егерде y тең f от x функциясы үшін f минус x тең минус f от x теңдігі орындалатын болса, ондай функцияны тақ функция деп атайды. Мысалы, y тең x квадрат функциясын алатын болсақ, онда аргументтің мәні теріс болатын болса, онда минус x квадрат ол x квадратқа ауысады. Бұл қайтадан функцияның өзін береді, ендеше функцияның өзі қайта шықты. Яғни аргумент теріс мәнге ие болғанда функция оң мәнге ие болды. Бұл жұп функция. Сол сияқты y тең косинус x функциясын алатын болсақ, косинус минус x ол косинус x-қа тең. Бұдан y-тің мәні өзі шықты. Яғни аргументтің теріс мәнінде функция қайтадан оң мәнге ие болды. Бұл жұп функция болып табылады екен. Екінші y тең 3x куб функциясын алайық. Бұндағы аргументке теріс мән беретін болсақ, 3 көбейтілген минус x-тің кубы. Бұдан теріс санның тағы дәрежесі теріс сан болатындықтан минус 3x квадрат. Минус y-қа тең болды. Яғни аргументтің теріс мәнінде функцияда теріс мәнге болды. Ендеше бұл тақ функция. Y тең тангенс x функциясын алатын болсақ, бұнда аргументке теріс мән беретін болсақ, тангенс минус x, ол минус тангенс x, яғни функция теріс мәнге болды. Ендеше аргументтің теріс мәнінде функцияда теріс мәнге болып отыр. Ендеше бұл да тақ функция болып табылады.